Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен Цезарь салатының ең керемет болып шығатын рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде мерекелік дастарханға дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық филесін алып, екі бөлікке бөліп, тұзда, бұрышта, паприка сеуіп, жақсылап тұрып екі жағынан ысқыламыз. Енді қызып тұрған майымызға филелерімізді салып, жақсылап тұрып екі жағынан қуырып аламыз. Шамамен 5-10 минуттай қуырамыз. Ең басты нәрсе ол әрине біздің тұздығымыз. Блендер шайқайтын ыдысымызды алып, майонезімізді, сарымсағымызды, үстіне ірімшікті, лимон сығындысын қосып, және де кішкене сұйық май қосамыз да жақсылап тұрып, блендермен езіп аламыз. Біркелкі масса шығуы қажет. Дайын болған тауық етін жақсылап тұрып турап аламыз. Және де бөдене жұмыртқасын осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде бөдене жұмыртқасы болмады, сол себептен кәдімгі жұмыртқаны турадым. Және де черри помидорын осылай екі бөлікке турап аламыз. Енді салатымызды әзірлеуге көшеміз. Тауық етін саламыз біріншіден, үстіне жұмыртқамызды, черри помидорын саламыз. Жаңағы салат жапырағын осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Міндетті түрде айсберг салат жапырағын таңдаңыздар, сонда әдемі болып шығады, дәмді болып шығады. Үстіне сухарики қосамыз. Қытырлақ нанды негізі үйде де жасауға болады. Мен дайын түрін салдым. Үстіне тұздығын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Достар, видео рецепт ұнап жатқан болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Әдемі тарелкамызға салып, осылай үстіне тағы да тауық етін, черри помидорын осылай салып, әсемдеп қоямыз. Ең үстіне жаңағы үгітілген ірімшікті сеуіп шығасыздар. Сонда өте әдемі болып көрінеді дастархандарыңызда. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сізге отбасыларыңызға амандық, денсаулық және де мерекелік көңіл-күй тілеймін. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Дастархандарыңыздың сәнін келтіреді, әрі де өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.